Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Әл-Фараби атындағы Оқушылар районының педагогы Дүйсенғали Исачев. Бүгінгі астрономия сабағының тақырыбы Кеплердің ши сызығын қорытып шығару. Ол үшін біз жоғарыда көрсеткен суреттерді пайдаланамыз. Суретте екі аспан денесі берілген, шеңбердің центріндегі жердің күн массасы М үлкенмен белгіленген, шеңбердің бойында массасы М планета сағат түннің бағытына қарсы қозғалыста орналасқан. Планетаның күнге дейінгі арақашықтығы ермен белгіленген, және планетаның шеңбер бойындағы қозғалыстағы төгін векторы жанама бойымен стрелкамен көрсетілген. Егер осы планета мен күннен тұратын жүйені тұйық жүйе деп қарастырсақ, онда планетаның әсер ететін тек екі күш әсер етеді. Бірінші күш бұл F тең болады М көбейтілген А. Бұл Ньютонның екінші заңы бойынша. Екінші күш бүкіл әлемдік тартылыс күші, немесе гравитациялық күш. F тең болады G, гравитациялық тұрақтылық, көбейтілген күннің массасы, көбейтілген планетаның массасы, арақашықтық квадратына тең болады. Түйір жүйеде осы екі денені қарастыратын түйір жүйедегі планетаға әсер ететін осы күш тең болу керек. Сондықтан мына біз теңдеуді жазамыз. Бұл теңдеуді үндеуді біз түрлендіреміз. Үндеу тең болады жылдамдық бөлінген периодты теңдейміз. Жылдамдық өз алдына 2πr Т тең. Жылдамдықтың орнына мәні қойсақ, бізде үндеу тең болады 2πr Т квадратты. Мына теңдеуге қоямыз. Одан кейін бізде келесі теңдеу мына түрде көшеді. Бұл теңдеудің оң жағында және сол жағында кіші n-ді біз қысқартып жіберсек, келесі теңдеуді табамыз. 2πr Т квадрат тең болады G көбейтілген N бөлінген R квадрат. Осы теңдеудің оң жағында және сол жағында R квадратын көбейтіп жіберсек, біз келесі теңдеуді аламыз. R куб бөлінген Т квадрат тең болады G бөлінген N бөлінген 2π. Біз теңдеудің оң жағында параметрлердің барлық тұрақты шамалар, сондықтан константа деп таңбалаймыз. Бұдан шығатын негізі тұжырымдалатын күн жүйесіндегі барлық планеталар күнге дейінгі арақашықтықтың кубының периодының квадратына қатынасы тұрақты шаманы береді. Сол себепті біз келесі суретті қарастырамыз. Күн айналасында екі планета қозғалып жүрсін дейік. Олардың күнге дейінгі арақашықтығы R1, R2 деп таңдасақ, онда біз келесі теңдеуді жазуымызға болады. Бірінші планетаның күнге дейінгі арақашықтығының квадратының периодының квадратына қатынасы, арақашықтың кубының периодының квадратына қатынасы, екінші планетаның күнге дейінгі арақашықтығының кубының периодының квадратына қатынасы тең болады. Сол себепті біз соңғы теңдеуден біз орындарын алмастырсақ, онда екі планетаның периодтарының квадратының қатынасы олардың күнге дейінгі арақашықтығының кубының кубтарының қатынасына тең болатынын біз тауып аламыз. Бұл да соңғы теңдеу Кеплердің үшінші формуласын береді.